Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай икра жасайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоның ақырына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Ерекше дәмді болады. Бір жасағаннан ішіне осындай бір табақ қылып пияз салдым. Үш бас не салдым, капуста салдым, 4-5 килограмм осындай қызыл не салдым, қызыл бұрыш салдым. Үстіп тазалап жуып алатын боламыз. Помидорларымызды тазалап жуып аламыз. Жақсылап 2-3 қайтара жуып алдым. Енді ішіне салатындарымызды жақсылап турап алатын боламыз. Үсті пиязды жақсылап турап алдым мен. Одан кейін сәбізімізді да жақсылап балауға турайтындай қылып турап алдым. Тәтті бұрышымызды дәл осындай қылып, ұзынша қылып турап алатын боламыз. Бәрін осындай ұзын қылып турап аламын. Баклажанды да дәл осылай турап алдым. Менде описанияға жазып қалдырып кетемін, 2 килограммдай баклажан болды. Дәл осындай ұзын қылып турап алатын боламыз. Үстіп капустамызды да дәл осындай қылып турап алатын болам. Менде кішкентай болғандықтан 3 капуста салдым. Негізі дәуір капуста салсаңыздар да болады, бір бас. Кішкентай болса да бола береді. Мен өйткені ішінде көбірек болсын деп көп салдым. Помидорымызды сыртын ашып аламын. Өйткені қабық болып кетпеуі үшін мен сыртын жақсылап ашып алдым. Үстіп ашып турап алдым. Мясорубкіден өткізсеңіздер де болады. Мясорубкіден өткізбей үстіп турап алсаңыздар да болады. Егер қиналсаңыздар, өзін турасаңыздар да болады. Бәрін осындай қылып турап алдым. Қызыл бұрышымды да жақсылап турап алдым. Енді мен ошаққа істедім. Осындай жарты литр май құйдым ішіне. Майлы болып кетпеу үшін осындай жарты қылып құйып алдым. Басына осындай чеснок тастадым, дәмі жақсы шығу үшін. Одан кейін пиязымызды салатын боламыз. Сәл қызғыш, қоңыр қылып қуырып аламыз. Жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызарғанша пияз жақсылап өлгеннен кейін жақсылап өлді. Капустаны қуырам. Жақсылап бұны да қызыл қылып қуыратын болам. Өйткені бабында қылып қуырсаңыздар жақсы болады. Қуырылған жақсы қуырылса жақсы шығады. Икрамыз әдемі болып шығады. Одан кейін сәбізімізді салып алатын боламыз. Бұны да жақсылап, сәбізді де өледі ғой. Сондай қылып жақсылап өлтіріп тұрып қуырып аламыз. Қып-қызыл қуырып алатын боламыз бұны да. Одан кейін баклажанды да жақсылап қуыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып тұрып қуырамыз.
қызыл бұрышымызды да салып жақсылап қуырып аламыз. Бұны да ұзағырақ қуырсаңыз тәттірек болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай уже пәсие бастайды. Енді осының ішіне помидорды саламыз. Мен дәу бір шарамен кішкентай шара салдым ішіне. Бір 12-15 килодай кетіп қалды. Енді чесногымызды уже дайын болады ау деген кезде саламын, өйткені жақсы болып шығады. Бір қайнатып жіберіп жауа беретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпайсыздар. Жақсылап өйстіп тұздарды салып аламыз. Міне дәл осындай болып қайнап әдемі болып шықты. Дәмі ерекше болады. Укроп пен петрушка салдым ішіне. Чесногымызды дәл осындай қылып турап алдым. Қанша көп салсаңыздар жақсы болып шығады дәмі. Мен 2 қызыл гамильдар салдым. Петрушканы жақсылап, укропты жақсылап турап салып алдым. Енді осыны бұрқ еткізіп, қайнатып, банкіге бұрайтын боламын. Міндетті түрде банкілеріңізді барлап алыңыздар. Мен крышканы да қайнатып аламын алдын ала. Осындай қара бұрыш, думалақ қара бұрыштан салып жібердім ішіне. Дәм береді, бұл да ерекше. Банкіні жақсылап стерилизаттым 10-15 минутқа. Крышканы қайнатып алдым ақ суға. Табаққа қайнатып алдым жақсылап. Енді осыны құйып жауатын боламыз. Қысқа сақтауға өте жақсы, дәмі ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Өте ерекше болып шығады. Менде осындай 10 банка шықты. Енді аузын менде осындай жапқышпен енді жақсылап аузын бұрап алатын боламыз. Өте жақсы болып шығады. Менің YouTube каналымда көргендеріңізге алдын ала рахмет. Көп қош сау болыңыздар.